Bizde келесі түрде теңсіздік берілген. Теңсіздікті дәлелдеу үшін не істейміз? Оң жағынан бастайық. Түбір астында А плюс түбір астында Б қосылған түбір астында С бөлінген 2 түбір астында А Б С. Тең деп жаза берейік. Не істейміз? Жеке-жеке бөліп қарастырсақ болады. Сонда түбір астында А бөлінген 2 түбір астында А Б С қосылған түбір астында Б бөлінген 2 түбір астында А Б С плюс түбір астында С бөлінген 2 түбір астында А Б С деп қарастырсақ болады. Енді мына бөлімдегілерді біздер жеке-жеке түбірге алып жазатын болсақ, үстіндегілермен қысқарып кетеді алымдарымен. Түбір астында Б мен Б, түбір астында С мен С. Сонда бізде қалады 1 бөлінген 2 түбір астында Б С қосылған 1 бөлінген 2 түбір астында А С қосылған 1 бөлінген 2 түбір астында А Б. Енді бөлшектің бөліміне қарайтын болсақ, біздерде не көріп тұрмыз? Бұл жердегі 2 түбір астында Б С дегенді біздер үлкен немесе тең қандай да бір Б мен С-ны қосындысында жасап болады. Және А С 2 А С деп отқанды біздер үлкен немесе тең қандай да бір А мен С-ның қосындысынан. Және соңғысы бізде А қосылған Б үлкен немесе тең 2 түбір астында А Б болады. Яғни бұл деген сөз бізде арифметикалық орта үлкен немесе тең геометриялық ортадан дегенге келеді. Онда орындарына қоятын болсақ, сонда бізде 1 бөлінген, біздер 2 Б С-ның орнына Б плюс С-ны қоямыз. Қосылған 1 бөлінген 2 А С-ның орнына түбір астында біздер А плюс С-ны қоямыз. Қосылған 1 бөлінген 2 А Б-ның орнына біздер А плюс Б-ны қоямыз. Яғни бізде бастапқыда теңсіздіктің сол жағы мен оң жағы үлкен немесе тең деген шартпен бірге орындалып тұр. Осылай теңсіздікті дәлелдеуге болады.